Математика пәні тақырыбы өзіңді тексер. 53-ші сабақ. Сен 12-ге дейінгі рим цифрларын оқуды, жазуды, қолдануды үйрендің. Кез келген санды рим цифрымен жазуға болады. 1, 2, 3, 4 саны 1 және 5 цифрларынан құралады. Егер кіші сан үлкен саннан бұрын тұрса, сан кемиді. Яғни 4-ті 1 кем 5 десе де болады. 4, 5. 6 саны да 2 цифрдан құралады. Егер кіші сан үлкен саннан кейін тұрса, онда сан үлкейеді. Яғни 6-ны 5 пен 1 десе де болады. 7 бұл 5 пен 2. 8 саны 5 пен 3. 9 саны 1 кем 10. 10. 11 саны бұл 10 және 1. 12 саны бұл 10 және 2. Тағы бір рет рим сандарын айтып жіберейікші. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Енді сен рим сандарын білетін болдың. Көріп тұрған сандарыңды рим цифрымен дәптеріңе жазып ал. Уақытты рим цифрымен берілген сағат бойынша анықта және оны жаз. Уақыт, масса, ұзындық шамаларының мәнін түрлендіруді, салыстыруды білесің. Амалдарды орында және салыстыр. Рим цифрларымен берілген сағат циферблаты бойынша уақытты анықтауды білесің. Жазуларға қара, оларды сағатпен сәйкестендір. Бұл тапсырма кітаптың 49-шы бетінде бар.